сырникидің ең дәмді болып шығатын рецептісі. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Ең алдымен творогымыздың үстіне қантымызды, оның үстіне жұмыртқамызды және де 3 ас қасық ұнымызды саламыз. Ұнды кейінірек салсаңыздар да болады, бірақ маған осылай ыңғайлы. Осылай блендерімізбен түйіршігі қалмағанша жақсылап блендерлеп шығамыз. Мінекей біз барлығын блендерлеп шықтық. Енді осы жерде ұнымыз жетпесе, тағы да ұнымызды қосып, тағы да жақсылап осылай күрекшемен араластырып шығамыз. Қолға қатты жабыспайтын густой масса шығу керек. Енді бірдей болу үшін осылай мен весыға тартып алдым. Әрқайсысы 80-90 граммнан. Осылай домалақтап, ыдысымызға бір тақтайға салатын боламыз. Барлығымен осылай жасап шығамыз. Енді сырникиларымыз дайын.